Сәлем достар, бүгін біз үйдегі бар нәрсемен ең оңай дайындалатын, тез дайындалатын тефтели дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Так, бізге керек болады картошка. Сәл көптеу қылып алдым енді мен, өйткені пюренің өзін жеген жақсы көреді балаларым. Подливке бір сәбіз, бір үлкен пияз алдым. И тефтели. Мен тефтелиді кішкене осылай кішкентай қылдырып істеп, заготовкасын дайындап, мен осылай холодильникке, морозилкаға салып тастаймын. Осыны қазір обедке дайындаймын. Черный перец керек болады, молотый, май, сұйық май, сосын тұз и томат керек болады. Осының барлығын қазір дайындаймыз. Мен бір сәбізді осылай измельчителден өткізіп алдым. Бұлай теркадан өткізсеңіздер де болады, бірақ мен балаларым оны жемейтін болғандықтан мен осылай майдалап аламын. Сол кезде қызығып жейді. Пиязымды майдалап турадым. Менде қазір сковородкам қызып жатыр. Қазір майды пиязымды салып қуырамын. Мен пиязды салдым. Енді осыны сәл сарғайғанға дейін қуырып аламыз. Пока пиязымыз қуырылып, подливіміз дайын болғанға дейін біз картошканы пюре жасап қайнатып қоямыз. Пюре дайындау үшін. Мынауым болып қалды. Қазір сәбізімді саламын. Мен сәбізімді салдым. Измельчителден нетіп алған кезде, майдалап алған кезде әдемі болып тұрады. Подливке құйған кезде соңында әдемі болады. Сол үшін измельчителден өткізіп алғандарың жақсы. Егер болмаса, теркадан өткізе беріңіздер. Менің балаларым просто жемейді теркадан өткізгенді, сол үшін осылай істеймін. Енді шамалы бір 5 минуттай қуырамын. Содан кейін томат саламын. Міне бізде 5 минуттай қуырылды. Енді мен бұған кішкене черный перец саламын. Қасықтың ұшымен. Содан кейін мынандай жарты чайный ложкамен қант саламын. Содан кейін егер қант аздау болса, тұзы, кешіріңіздер, тұзы аздау болса, сосын қосып жіберсеңіздер болады. Қазір енді тұздардың дәмі әртүрлі ғой. Кейбір тұздар қатты шығады, кейбірі вообще дәмі шықпайды, көп қосып жатамыз, иә. Сондықтан байқап басында азырақ салыңыздар. Мен кез келген тамаққа черный, қара бұрышты салған жақсы көрем. Сол үшін қара бұрышты салдым. Ұнатпасаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Енді мен міне бір үлкен қасықпен томат салдым. Егер сіздер көп қылып жасайтын болсаңыздар, кішкене көбірек томат аласыздар. Мен енді қазір обедке тек балаларға беру үшін аз ғана жасап жатырмын. Сондықтан тек бір ғана морковпен жасадым, сәбізбен. Енді мынау кішкене томаты қуырылып, дәмі шықсын. Содан кейін шамалы су құямыз. Сосын тефтелілерімізді салып қоямыз. Міне мен подливім қайнап жатыр. Суды осынша көлемде құйдым. Жалпы осылай заготовкалар дайындап қойсаңыздар, кез келген уақытта жасай салғанға жақсы да. Обед кезінде балалар жылап кеткен кезде тамақ деп, сол кезде алып дайындай қоясыздар. Ең оңай тамақ. Біздің неміз қайнады. Енді осы тефтелілерімізді үстіне лақтырып жібереміз. Болды. Сосын пісуін күтеміз. Ал тамағымыз дайын болды. Осылай.